жастары парақшасының көрермендері. Қызметінің ауырлығына қарамастан аянбай еңбек етіп, қоғамның тыныштығы мен қауіпсіздігін қорғап жүрген полиция қызметкерлері қашанда мақтауға лайықты. Бүгін бізде қонақта Мұнайлы аудандық полиция бөлімі ақпараттық және байланыс тобының технигі Рақышева Салтанат Пірімханқызы. Қош келдіңіз. Алдымен сізге сұрақ қоймас бұрын өзіңіз жайлы кішігірім айта кетсек. Өзім жайлы айтқанда, өзім 21 тамыз 1998 жылы дүниеге келдім. Осы Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында. Қазіргі таңда осы салада 2019-дан бері жұмыс жасаймын. Жұмысым ондай қатты ауыр емес. Әртүрлі қызметкерлік туралы. Жалпы ақпараттық және байланыс тобының технигі, жалпы қызметің жайлы тереңірек ашып түсіндірсең. Қызметім жайлы айта кетсек, былай айтқанда, орысша айтқанда программист қой. Желі, компьютер, рация, камера барлығын өзім құраймын. Оның барлығы. Былай қарағанда программист, компьютер, техника жағынан барлығын істей аламын. Жалпы бұл салада жүргеніне қанша уақыт болды? 2019 жылдан бері жұмыс жасаймын. Содан бері осы программист болып жұмыс жасап жүрмін. Қазіргі таңда болашақта енді өзгертуге ниеттеніп жүрміз. Жалпы Салтанат, ауданымыздың дамуына үлес қосып жүрген жас мамандарымыздың бірісің. Жалпы өзің сияқты полиция қызметкерлері болғым келеді деген тілектерге қандай өзіңнің кеңесін берер едің? Кеңес беретіндей қандай? Ең бастысы адал жұмыс жасау, сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу, халыққа көмектесу, ең бастысы қылмыстың алдын алу. Сондай нелерді беріп, кеңес. Жалпы полиция қызметкері болу да жалпы оңай жұмыс емес. Әсіресе әйел адам үшін оңай жұмыс емес. Жалпы бұл мамандықта өз қалауыңмен таңдадың ба, әлде сен ата-ана жағынан ықпал болды ма? Ең біріншісінде ата-анамның рұқсатынан сұрап, содан кейін барып ниеттендім. 2017 жылы осы өз қалауыммен бірінші 2017-де осында жұмыссыздықпен кірдім. Содан кейін барып өзім 2019-да уже осы салаға кіремін деген ниетпен кіріп кеттім. Бірақ өз қалауым өзім таңдадым бұл мамандықты. Құқық қорғаушының келбеті қандай болуы тиіс сенің ойыңша? Айтады ғой, өзінің антына берік болу керек, өзінің жұмыста ұқыпты, тиянақты болу керек деп. Олардың барлығы міндетті түрде ғой бізде. Ұқыпты, халықпен жұмыс жасау, еңбекқор, адал жұмыс жасау, соның барлығы біздің міндетімізде жатады. Халыққа көмектесу ең біріншісі бізде. Енді қазір осы салаға келем деп жүрген түлектер өте көп. Бүгінгі біздің өзіміздің бағдарламамыздың басты мақсаты осы болатын. Осындай полиция қызметкерлері боламыз, сөйтіп жүрген түлектеріміз бізге бір ақыл кеңес беру үшін осындай бағдарлама ұйымдастырыңызшы деп. Біз әртүрлі саладағы мамандармен алдағы уақытта да сіз сияқты осындай ашық сұхбатқа шақырып, кішкене осының жастарға үлгі мотивация болсын деген мақсатқа шақырып жасайтын боламыз сұхбаттарымызды. Енді сіз мысалға қай жерде оқыдыңыз, балдар қазір енді қай жерге құжат тапсырғысы келеді, осы полиция қызметіне келу үшін қандай сатылары бар өзінің? Сатылары болғанда ең біріншісінде бізде кірген кезінде тест тапсырдық, емтихан арқылы, емтиханнан өткеннен кейін барып медосмотрымыз бар, өзіміздің соның барлығын тапсырғаннан кейін барып өзіміздің приказға өтеміз. Оны кадрдың саясатымен барып ақылдасып өздерін істемесе, біз оны ол туралы ақпарат бере алмаймыз.
бірінші өзіміздің кадрлық комиссиядан өткеннен кейін барып айтылады да олай. Солай болашақта мамандық болғым келеді мындай десе, оқып, юридический оқып, мамандығын оқыған, құқық қорғау органын оқығаннан кейін барып белгілі болады ол. Енді биыл білесің қаншама мерекелер аталып өтіледі, соның бірі конституциямызға 30 жыл. Міне бірер күннен кейін де сол атаулы мерекеміз жақындап келе жатыр. Осы мерекемізге орай және бір жақ өзінің ауданымыздың жасы ретінде орай өзінің жастарға тілегімді айтсам. Жастар зор денсаулық, мол бақыт, тіліміз тыныш, қазіргі болып жатқан ковидтен аман есен шығып, сол Бізде сізге жұмысыңызға табыс тілеп отырады. Сіз сияқты қайсар қыздарымыз көбейе берсін деген тілегіміз бар. Жұмысыңа табыс тілейміз. Ал жастар ресурс орталығының көрермендері, осы парақшаның тұрақты көрермендері сіздерге де тек сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта сұхбат тайм бағдарламасымен бірге болыңыздар. Баршаңызға